Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге қуырылған лағманның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрамына қолжетімді үйдегі бар заттар қолданылады. Лағманның кеспесіне салқын су, ұн, тұз және жұмыртқа қажет. Ыдысымызға салқын суды, тұз, жұмыртқамызды салып, араластырып, илектен өткізілген ұнымызды қосып, қатты қамыр илейміз. Иленген қамырдың июі қанғанша орап қоямыз, шамамен 30 минуттай. Енді қамырымызды алып, осылай кішкене қолымызбен жайып, пышақпен осындай жолақтарға кесіп шығамыз. Кесілген қамырларды видеода көрсетілгендей домалақтап, сұйық май жағып, рулет ұқсатып ораймыз. Рулет ұқсатып жинаған соң, бұл қамырдың бетін жауып, шамамен 30 минуттай тағы да қойып қоямыз. Енді лағманымыздың подливын жасаймыз. Сиыр етін қолданған дұрыс. Жіңішкелеп кесіп, 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз. Бөлінген еттерімізге соя құйып, 30 минут қойып қоямыз. Содан соң пиязымызды тураймыз. Тәтті бұрыштарымызды, қызанақ барлығын турап қойып қоямыз. Лағманымыздың кеспесін созамыз. Барлық осындай бөліктерді міндетті түрде майлап отырып, бірінен соң бірін кезек-кезегімен созып отырамыз. Кеспеміз майланған сайын жаймыңдеп созыла береді. Жіңішке болғанша созамыз. Жіңішке болған соң қолымызға видеодағыдай жинап, столға ұрып қоямыз. Созылған кеспелерімізді қайнап тұрған суға салып, қайнатып пісіреміз. Майланған кеспелер жаймендеп ажырай береді. Суға міндетті түрде тұз салуды ұмытпаңыздар. Кеспеміз дайын, суытамыз. Қызып тұрған майға етімізді салып, ет піскенше қуырамыз. Содан соң пиязды салып, оны қуырамыз. Ол шамамен 5-7 минуттай. Тәтті бұрыштарымызды саламыз. Оны да 5 минут, 7 минут бұқтырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Содан соң қызанақ, сарымсақ қоссаңыз да болады. Дәмі ерекше болады. Дайын болған подливімізге лағманымыздың кеспесін салып, соя құйып, 3-5 минуттай барлығын араластырып, бұқтырып аламыз. Біздің қуырылған лағманымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес берем. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.